Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта Қазақстандағы кітапханалар жайында мәлімет аламыз және күшейткіш үстеуге байланысты тапсырмалар орындаймыз. Біздің елімізде қандай кітапханалар бар? Өзің қай кітапхананың оқырманысың? Балаларға арналған кітапханаларға бардың ба? Онда қандай талаптар бар? Өзіңнің жеке кітапханаң бар ма? Осы сауалдарға жауап беру үшін мына мәліметке назар аударайық. Қазақстанда 4000-ға жуық кітапхана бар. Оның 21-і ғылыми кітапханалар, ал 3915-і әмбебап, яғни көпшілік кітапхана. Кітапханалардың көпшілігі Түркістан облысы, Батыс Қазақстан облысы, Ақмола облысы, Қостанай облысы мен Солтүстік Қазақстан облысы, Қарағанды облысы, Шығыс Қазақстанда орналасқан. Алматы қаласында 31 кітапхана, Шымкентте 41 кітапхана, Нұр-Сұлтан қаласында 24 кітапхана орналасқан екен. Қазақстандағы кітапханалардың барлық кітап қорын қосқанда 112 миллион кітап қоры шығады. Оның ішінде 28 миллион кітап қазақ тілінде, қалған 70 миллионы орыс, ағылшын, француз және неміс, қытай тілінде жазылған кітаптар. Міне осы шағын мәтін бойынша біз Қазақстандағы кітапханалар жайында мәлімет алдық. Сол секілді оқулықта Сапарғали Бегалин атындағы мемлекеттік балалар кітапханасы жайында және ғылыми ұлттық кітапхана жайында мәліметтер берілген. Қазір тапсырмаларды орындау барысында біз кітапханалар жайында мағлұматтарды одан әрі кеңейтеміз. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңдап, мәтіндегі негізгі ойды анықта. Қазақстанда тағы қандай шағын кітаптар бар еді? Екеуін салыстыр. Кітаптардың шағын болу себебі неде? Демек, қазір тыңдайтын мәтіндеріңіз шағын кітап жайында. Қазақстандағы шағын кітап жайындағы мәтін. Тыңдайық. Батыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану мұражайында көлемі 3,2 сантиметр алтын күміс түсті металл тысы бар Құран сақтаулы. Қасиетті кітаптың дәл қай жылы басылғаны белгісіз. Аса құнды бұл жәдігерді мұражайға 1978 жылы Орал қаласының тұрғыны Бибі Жармұқанова табыстаған. Бибі Абдулқызының мұражайға айтқан мәліметінше, бұл Құран оның анасы Махфирузаға 1886 жылы дүниеге келген, тиесілі болған екен. Ал Махфирузаға әжесі берген, әжесіне әкесі Меккеден алып келген. Құранның металл тысына ұлғайтқыш әйнек бекітілген. Қырына алтын жалатылған кітапшаның 438 парағы, яғни 876 беті бар. Міне осы мәтін бойынша біз Қазақстандағы, Батыс Қазақстандағы облыстық тарихи өлкетану мұражайында сақталып тұрған ең кіші кітап жайында мәліметтер алдық. Енді осы мәліметтерді негізге ала отырып, сұрақтарға жауап береміз. Екінші тапсырма. Төмендегі жауаптарға сұрақ қойып, жұпта, топта диалог құрыңдар. Сұрақтарыңды дәптерге жазып, сұрау есімдігін ажыратыңдар. Біз мына жауап арқылы біз мәтінді танысып шығамыз. Мәтін Сапарғали Бегалин атындағы мемлекеттік балалар кітапхана жайында. Осы әр жауапты негізге ала отырып,
сұрақ өзіміз құрастырамыз. Міндетті түрде сұраулы сөйлем жасау кезінде сұрау есімдіктері қолданылады. Ал ауызша үлгісін айтып өтейік. Бүгінде Сапарғали Бегалин атындағы мемлекеттік балалар кітапханасы ең ірі балалар кітапханасы. Сұрақ бұлай құрастыруға болады. Сапарғали Бегалин атындағы мемлекеттік балалар кітапханасы қандай кітапхана? Сұраққа жауап береміз. Демек, мына жерде біз қандай деген сұрау есімдігін қолдандық. Қазір жазып қояйық. Мына жерге бұл сұрақты сұраулы сөйлем қолдану кезінде, құрастыру кезінде мен қандай деген сұрау есімдігін пайдаландым. Демек, осылай жауаптың мазмұнымен таныса отырып, сұрау есімдіктерін қолдана отырып, сұрақ құрастырамыз. Енді одан әрі жазбаша тапсырмаларды орындау үшін тілдік тағдар бойынша үстеуді есімізге түсіріп аламыз. Үстеу дегеніміз не еді? Қимыл, іс-әрекеттің түрлі белгісін, жай күйін, амалын білдіретін сөз табын үстеу деп атаймыз. Үстеудің біз мағыналық түрлеріне байланысты, мезгіл үстеуіне байланысты жаттығу жұмыстарын орындадық. Мекен, мөлшер, сын қимыл, мақсат, себеп салдар және топтау үстеуіне байланысты тапсырмаларды орындадық. Барлық үстеулерді табу кезінде оларға сұрақ қою арқылы біз және қай сөзбен тіркесетінін біз анықтадық. Бүгінгі сабақта күшейткіш үстеуге тоқталамыз. Күшейткіш үстеу дегеніміз не? Күшейткіш үстеу заттың сынын, мөлшерін, көлемін немесе қимылдың сапасын не аса күшейтіп көрсетеді, не аса солғындатып көрсетеді. Міне, осыған назар аудару керек. Демек, ережеге қарап отырмыз. Мына жерде заттың сынын дейді. Мөлшер үстеу секілді күшейткіш үстеу бұл есім сөздермен тікелей байланысты екен. Көбінесе есім сөздермен тіркеседі. Сұрақтары қалай, қандай деген сұрақтарға жауап береді. Күшейткіш үстеуіне ең, тым, өте, тіпті, аса, әбден, мүлде, нақ, тағы басқа сөздер жатады. Енді осы сөздерді есімізге сақтаймыз және сұрақ қоямыз және қай сөз табымен тіркесетінін анықтап отырамыз. Демек, күшейткіш үстеу бұл есім сөздермен тіркеседі. Үшінші тапсырма. Сөйлемдердегі күшейткіш үстеулерді теріп жаз. Сөйлемді түгел көшірмейміз. Ішінен күшейткіш үстеулерді іздейміз. Үйдегілердің бәрі, апам, айна, інім бәрі маған ылғи қамқорлығын көрсетіп жүреді. Бұл жерде назар аударсақ, ылғи дегеніміз күшейткіш үстеу. Ал сұрақ қоямыз және қай сөзбен тіркеседі? Қалай қамқорлық көрсетеді? Ылғи. Демек, қамқорлық деген сөзбен тіркеседі екен. Есім сөзбен тіркеседі. Ол ойланып барып былай деді. Биыл тым асығыстау емес пе? Келесі жылы барайық. Бұл жерде биыл дегеніміз мезгіл үстеуі. Біз өткен сабақтарда таныстық. Ал бүгін күшейткіш үстеуге назар аударамыз. Тым асығыстау. Қалай асығыстау? Тым асығыстау. Демек, асығыстау деген сөзбен тіркеседі екен. Келесі жылы барайық, бұл да мезгіл үстеуі. Келесі жылы. Адамға ең ыстық туған жері ғой шіркін. Бұл жерде қалай ыстық? Ең ыстық. Ыстық деген сөзбен тіркеседі. Есім сөзбен тіркесіп тұр. Демек, ыстықтың да есім сөзін жаңа айттық. Есім сөздің заттың, яғни сынын солғындатып, не күшейтіп көрсетеді дедік. Демек, мына жерде заттың сынын күшейтіп көрсетіп тұр. Ең ыстықты. Сол жылы қызылшадан өте көп өнім алдық.
Бұл жерде күшейткіштеу өте көп. Қалай өнім алдық? Өте көп. Немесе қандай өнім? Өте көп. Өнім деген сөзбен тіркеседі екен. Зат есіммен тіркеседі. Жарықтық өзі әбден титықтап шаршаған екен. Бұл жерде әбден деген қалай титықтап шаршаған екен? Әбден титықтап шаршаған екен. Бұл жерде етістікпен тіркесіп тұр. Тіпті маған мойнын бұрар емес, қатты өкпелепті. Бұл жерде істеуіміз біздің тіпті. Қалай маған мойын бұрар емес, тіпті. Демек, сөйлемдерде күшейткіштеулерді теріп жазамыз. Осындай біз күшейткіштеулерін таптық. Күшейткіштеулерін теріп жазсақ, ылғи, тым, ең, өте, тіпті деген үстеулер екен. Бұл жерде құрамына қарай барлығы да дара. Себебі бәрі де бір-бір сөзден тұрады. Ал мағынасына қарай бәрі қалай, қандай деген сұраққа жауап бергендіктен күшейткіш үстеуге жатады. 5-ші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша ойында не сақталып қалды? 4-ші тапсырмада Қазақстандағы ең ірі кітапханалардың бірі ғылыми кітапхана туралы мәлімет берілген. Ол ғылыми кітапхананың қай жылы іргетасы қаланғаны, онда қазір қандай бөлімдері бар, жалпы 4-ші тапсырмада толық мәлімет берілген. Оқулықтан өздеріңіз жақсылап танысып шығасыздар. Және осы оқылым мәтіні бойынша мынадай тапсырмаларды орындаймыз. 5-ші тапсырма. Кітапхана туралы қандай мәліметтер әсер қалдырды? Ғылыми кітапхананың басты ерекшелігі неде деп ойлайсың? Ғылыми кітапханада қандай бағдарламалар бар екен? Санды кітапхана дегенді қалай түсінесің? Ұлттық кітапхананың ерекшелігі неде? Осы сұрақтарға мәтін арқылы жауап береміз. Және 7-ші тапсырмада осы оқылым мәтіні бойынша орындалады. Барлық сұрақтарға ғылыми кітапхана, оқырман кітап залы, кітапхана қоры, кітапхананы автоматтандыру бәрі де оқылым мәтінінде жауаптары тұр. 8-ші тапсырма. Төмендегі мәтінді оқы. Орфографиялық және пунктуациялық қателерді анықтап, түзетіп жаз. Орфография дегеніміз әріптердің, сөздердің дұрыс қатесі жазылуы, ал пунктуациялық қате, ол пунктуация тыныс белгілерінің дұрыс қойылуы. Осы мәтінде біз қазір қателерін анықтаймыз. Ғылым, білім үйренбекке талап қылушыларға әуелі білім керек. Демек, мына жерде ғылым, білім дегеннің арасына үтір қойылады. Себебі ғылым, білім дегеніміз бірыңғай мүше. Екеуі де не деген сұраққа жауап бергендіктен бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылады. Бұл жерде үтір қоямыз. Үйренбекке талап қылушыларға. Бұл да бірыңғай мүше. Неге деген сұраққа жауап береді? Міне, үйренбекке талап қылушыларға. Бұл да бірыңғай мүшеге жатады. Сондықтан біз үтір қоямыз. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Өзінің дегенде бұл лексептік. Ын мен ынды дұрыс ажырата білуіміз керек. Мына жерде ың әрпі жазылады. Бұл орфографиялық ережеге байланысты. Ал мынау үтірлер, бұл пунктуациялық ережеге байланысты. Оларды білмек керек. Оларды білмей іздегенмен табылмас. Адам көңілі шын мейірленсе, білім, ғылымның өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі. Бұл жерде ың әрпінің аяғы бар, ың жазылады. Н әрпі мен ың әрпін шатастырмауымыз керек. Мейірлене, бұл жерде и әрпі жазылады. Бұлар орфографиялық
ережеге байланысты айтылып тұр. Ғылымды үйренгенде ақиқат, мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бұл жерде и әрпін жазамыз. Бұл жерде ұзақ и дейміз. И әрпін жазамыз. Ғылымды, бұның өзін жазылуы дәл осылай болып жазылады екен. Ғылымды, ақылды сақтайтындығын мінез деген сауыты бар. Нені? Бұл жерде бірыңғай мүше. Нені деген сұрақтарға жауап береді. Сондықтан бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылады. Мінез дегеніміз бұл тырнақшаға алынады. Бұл жерде де деген көмекші етістік арқылы тіркесіп тұр. Сондықтан біз алдындағы сөзді, яғни мінез деген сөзді тырнақшаға аламыз. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Абайдың 32-ші қара сөзінен алынған. Көрсе қызарлықпен дегенге үтір қоямыз, жеңілдікпен үтір қоямыз. Себебі бірыңғай мүшелер. Немен. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен үтір қойылады. Орынсыз сөзіне, яғни қызыққа. Міне қызыққа деген сөз. Демек, несіне, сөзіне, қызыққа. Бірыңғай мүшелердің арасына міне үтір қойылып тұр. Шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Бұл жерде де ың әрпі жазылады. Берсең дегенде жіктік жалғау, сен берсең, жіктік жалғау екінші жақ. Ың әрпі жазылады және үтір қойылады. Бұл жерде сабақтас құрмалас сөйлем. Мінездің беріктігі бұзылады. Бұл жерде ың дегенде іліксептің жалғауы, ың, яғни ны әрпінің ың әрпі жазылады екен. Осындай қателерді біз дұрыс, дәл осылай етіп дұрыс жазуымыз керек. Міне, дұрыс жазылған түрі мәтінді дәл осылай жазылады. Әрбір фонетикалық, орфографиялық және пунктуациялық қателерді біз жібермеуіміз керек. Орфографиялық, пунктуациялық ережелерді сақтап жазамыз. 9-шы тапсырма. Бұл тағы да пунктуацияға байланысты, яғни тыныс белгілеріне байланысты болып тұр. Сөйлемдердің тыныс белгілерін түзетіп жаз. Тыныс белгілері қалай қойылу керек? Егер де пунктуациялық қателер болатын болса, сол пунктуациялық қателерді біз табамыз. Қандай пунктуациялық қателер бар? Мысалы, айтып көрейік. Бірінші, ұлым дегенде, бұл жерде үтір қойылады. Ұлым. Бұл себебі қаратпа сөз. Ұлымнан кейін, мына жерде үтір қойылады. Себебі бұл қаратпа сөз. Үш ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Бұл да бірыңғай мүше, сондықтан бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылады. Көркемпаздар үйірмесіне қатысатын үшеуі Айжан, Гүлнұр болады. Бірыңғай мүше кім? Айжан, кім? Гүлнұр. Бірыңғай мүшелер қатар келген кезде жалғаулықсыз байланысса, олардың арасына үтір қойылады. Бәріне, ауыл адамдарына, мектеп оқушыларына, қонақтарға сый берілмек. Бұл жерде бірыңғай мүшелер кімдерге? Ауыл адамдарына, мектеп оқушыларына, қонақтарға сый берілмек. Демек, бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылып тұр. Біз осылай үтір қойып жазамыз. Мені көріп қалған жерде, Нәзира, айналайын, сен біздің үйге неге келмейтін болып кеттің? Бұл жерде Нәзира қаратпа сөз, айналайын қаратпа сөз, сен біздің үйге неге келмейтін болып кеттің. Демек, бұл жерде қойылатын тыныс белгілері қаратпа сөздердің екі жағынан, егер сөйлемнің ортасында келсе, екі жағынан үтір қойылады. Мынау да бізде қаратпа сөз. Қаратпа сөз сөйлемнің басында келсе, қаратпа сөзден кейін үтір қойылады. Қаратпа сөз сөйлемнің ортасында келсе, екі жағынан үтір қойылады. Орамал тон болмайды, жол болады, дейді қазақ. Бұл жерде нақыл сөз болғандықтан
Міне, құрмалас сөйлем, орамал тон болмайды, жол болады. Енді бұл жерде бұл төл сөзден кейін автор сөзі келіп тұр. Демек, бұл жерде үтір және сызықша қоямыз. Орамал тон болмайды деген үтір қою себебіміз бұл құрмалас сөйлем. Оқып, білім ал, бөбек. Оқып, үтір, білім ал, бөбек. Бөбек қаратпа сөз. Оқып, білім ал, құрмалас сөйлем. Ал бөбек сөзінің алдында үтір қою себебі бөбек қаратпа сөз. Қаратпа сөз сөйлемнің соңында келсе, қаратпа сөздің алдында үтір қойылады. Міне, біздер 9-шы тапсырмадағы тыныс белгілерін қойып шықтық. Мына жерде біз жаңа үйге жүр дегенде, деп деген сөзде тырнақшаға алуды ұмытыппыз. Үйге жүр дегенде мына жерге тырнақшаға алынады екен. Себебі деп деген көмекші етсік арқылы келген кезде бұл автор сөзді. Құрмалас бұл төл сөз. Төл сөз болғандықтан тырнақшаға алынады. Не үтір, тырнақша. Үйге жүр деп, үйіне етіп әкелді дегенде төл сөзді біз тырнақшаға алдық. Міне, тыныс белгілері, қойылмаған тыныс белгілерін қызыл түспен анықтап көрсетіп қойдым. Дәптерге көшіріп жазған кезде осы тыныс белгілерін ұмытпай, қойылған тыныс белгілердің астын сызып отырамыз. Сонымен бүгінгі сабақта күшейткіш үстеуге тоқталдық. Күшейткіш үстеу заттың сынын, сапасын, немесе іс-қимылды күшейтіп, не солғындатып көрсетеді екен. Міне, күшейтеді, немесе солғындатады. Күшейткіш үстеуі қандай деген сұрақтарға жауап береді. Және күшейткіш үстеуіне мына сөздер жатады. Осы сөздерді біз жаттап алсақ, онда біз күшейткіш үстеулерді бірден таба аламыз. Және назар аударатын жағдай, күшейткіш үстеулер көбінесе есім сөздермен тіркеседі. Міне, ылғи қамқорлықпен, тым асығыстау, өте көп, ең ыстық деген сияқты күшейткіш үстеулер есім сөздермен тіркеседі екен. Ережесінде де солай айтылып тұр. Міне, ережеде де заттың сынын деп тұр. Мөлшерін, көлемін не күшейтеді, не солғындатады екен. Күшейткіш үстеулеріне жататын сөздерді жаттап алуымыз керек. Сонымен бүгінгі сабақта Қазақстандағы кітапханалар жайында мәлімет алдық және күшейткіш үстеумен таныстық. Назарларыңызға рахмет. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше